Сәлем достар, Аликызо каналына қош келдіңіздер. Бүгін Алиэкспресстен келген 4 затқа обзор жасайтын боламын. Бірінші мына кішкентай пакеттен бастайын. Бұның ішінде Bluetooth. Автокөліктегі магнитолаға салып, телефонға жауап беруге және телефондағы музыканы тыңдауға болады. Ішінде осындай кішкентай инструкциясы бар. Және мынандай переходник. Мынаған саласыдағы, мына екінші жағын автокөліктегі магнитолаға саласыз. Ішінде аккумуляторы болу керек. Мынаны зарядтап аласыз. Бір зарядыңыз ұзаққа жететін USB зарядка. Автокөлікте келе жатырып, мынаны бассаңыз, мына жерде микрофоннан жауап беруге болады. Сосын оның дауысы колонкадан шығады. Қалған автокөлікте тыңдайтын музыкаларыңызды жаңағы смартфон арқылы ауыстырып отыруға болады өлеңдерді. Келесі жақ. Үлкен затты көрейік. Бұл бізде қателеспесем штатив болу керек. Осындай жылтырақ коробкада келген екен. Ішінде ешқандай зат жоқ. Басқа сондай жақ. Мінекей сіздердің көздеріңізше аштым. Бұл штативті өзімнің каналымда түсіруге арнап алған болатынмын. Металдан жасалған, мықты көрініп тұр. Барлық пластмасс зат тек мынау смартфонды бекітетін пластмасс қана екен, қалған бәрі металл екен. Осылай ашылады. Үстіңгі жағы ашылады, асты ашылмайды екен. Осындай размерге дейін смартфондарды ыстыруға болады. Қазір құрастырып көрейік. Мынаны былай саламыз. Мынаусын темір, столдың жиегіне қыстыратын темір. Және мінекей ұзындығы былайынан ұзыннан тұрған кезде 1 метрден асып қалады. Осылай қозғалады. Басында мынандай темірі бар. Мынаны кигіземіз дағы. Салып бұрайды екенбіз мінекей. Мінекей осындай штатив достар. Басым былай бұрылады, былай бұрылады. Мынаны былай бұруға болады. Мына ортасынан осылай бұрылады. Қандай положениеде бұрас, сол положениеде тұрып қалады. Ал достар, штативімді алдым. Осы штативпен видеомды жалғастырайын. Қазір қандай видеода тұрғанын кейін скриншотпен немен түсіріп тұрғанын көрсететін боламын. Әрі қарай осы штативпен
жалғастыратын боламын. Мінекей достар, штативті бекіттім. Столдың жегіне осылай бекітіледі. Мінекей, өзімнің телефонымды үстіне қойып қойдым. Видеомызды жаңа штативпен жалғастыратын боламыз. 2 посылка қалды. Так, қара пакеттен бастайын. Жалғастырайын. Оның ішіндегі микрофибра дейді, автокөлік жууға арналған мочалка екен. Өте жұмсақ, ортасында губкасы бар. Кәнекей, қолға киіп көрейінші. Өте ыңғайлы екен. Машинаны көпіртіп жууға өте ыңғайлы нәрсе. Достар, қажет болса, описанияда ссылкасы тұр осы затқа. Келесі зат соңғы зат. Бұл жерде не бар екен? Бұл не нәрсе екен? Коробкасы мықты екен. Бұл достар электронный сигарет екен. Тапсырыс берген болатын, бірақ электронный сигарет деп ойламаппын. Өзім шылым шекпейтін болғандықтан толық болған ақпарат бере алмаймын, бірақ салмағы, әжептәуір салмағы бар. Ішінде мынандай USB зарядка бар екен. Ішінде 80 ватт, 60 ватт, анамаса 80 ватт шығады. Мінекей осындай кәдімгі темекіден гөрі осы электронный сигарет зияны аздау деп ойлаймын өзім. Кімге қажет болса, төменде описанияда сілтеме тұр осы затқа. Көрсеңіздер болады. Мықты темір екен. Так. Нұсқаулығы ағылшын тілінде. Осы достар, көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, каналыма қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Комментарияға пікір қалдырыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.